Алтын сақа. Кішкентай ауылда Санжар есімді бала тұрды. Ол өзін алтын сақасымен ойнағанды өте жақсы көрді. Бұл алтын сақа өте ерекше еді. Ол күн көзінен шағылысып, айналаны жарқыратып жіберетін. Бір күні Санжар орманның жанында ойнап жүрді. Кенет оның сүйікті сақасы алысқа қарай домалап кетті. Алтын сақа қараңғы үңгірдің ішіне кіріп, көзден таса болды. Санжар қатты уайымдап, үңгірдің аузында тұрып қалды. Санжар сақаның соңына баруға бел буды. Ол өте батыл әрі жігерлі бала болатын. Үңгірдің түкпірінде дәу тұрады екен. Ол жерде жатқан жарқыраған алтын сақаны тауып алды. Дәуге бұл әдемі ойыншық бірден ұнап қалды. Ол сақаны өзіне алып қоюды ойлады. Санжар үңгірдің ішіне кіріп дәуді кездестірді, бірақ ол қорықпады және артына қашқан жоқ. Санжар сыпайы сөйлеп сабыр сақтауға тырысты. Ол дәумен өзінің алтын сақасын қайтаруды өтінді. Дәу қарқылдап тұрып қатты күлді. Ол кішкентай балаға сақасын бергісі келмеді. Санжар терең ойға батып, ақылға салды. Ол сақаны алу үшін қулық істеуді жоспарлады. Санжар дәуді қызықты ойын ойнауға шақырды. Дәу бұл ұсынысқа қуана келісе кетті. Санжар өз тапқырлығымен дәуді алдап соқты. Дәу ештеңе түсінбей, басын қасып таңғалып қалды. Сол сәтте Санжар алтын сақасын дереу ұстап алды. Ол үңгірдің сыртына қарай бар күшімен жүгірді. Дәу оны қуып жетпек болып артынан ұмтылды. Бірақ ол өте үлкен әрі баяу қозғалатын еді. Санжар үңгірден аман-есен далаға шығып кетті. Ол өзін мақтан тұтып қатты қуанды. Ол өз ауылына аман-есен жеңіспен оралды. Ауыл тұрғындары оны көріп таңғалыспен қарсы алды. Санжар өз басынан кешкен хикаясын ауылдастарына айтып берді. Барлығы оның көрсеткен батылдығына риза болды. Алтын сақа Санжардың қолынан қайтадан жарқырай бастады. Ол баланы ешқашан батыл болуға шақыратын сияқты. Санжар өсе келе бұрынғыдан да ақылды әрі күшті бола бастады. Батылдық пен тапқырлық әрқашан жеңіске жетелейді.